Баяғы өткен заманда Вермут аралында екі бірдей мықты деген елді мекен болыпты. Сол екі елдің бірі Рим Вилледж болыпты. Бұл Вермут аралындағы ең үлкен жер және де оқу-жаттығуға арналған ең ыңғайлы жер болды. Бұл Вермут аралында ең мықты елдердің қатарында көш бастап тұр. Және де осы елдің қатал ханзадасы болыпты. Бұл Ахмет ханзада, оның қасында оның тыңшысы. Және де Ахмет ханзаданың өзінің әскерінен бөлек Пик жерінде де қосалқы әскері болған. Оның қосалқы әскері кез келген жағдайда дайын болып тұрады. Бұл жерде күнделікті сарбаздар өзінің жаттығуын жасап барынша дайын болады. Ал мынау бір жатқан үлкен аралдың аты бұл Сантоза аралы. Бұл жерде өте керемет армия жасақталған. Бұл жердің сарбаздары жаттығуын жасап, кез келген жағдайда дайын тұрады. Ал бұл жердің билеушісі Әбу-Насыр сұлтан, ол ақылды, батыл кісі болған. Ал бұл кісі оның жасақтың қолбасшысы. Бұл кісі де ақылды жоспарларды жақсы құрады. Бірде жаңағы қолбасшы іс сапармен жолға шығады. Бұл Вермут аралында ең үлкен аэропорттардың бірі болған. Бұл жерде әскери сынақ жүргізуге өте ыңғайлы болған. Бір аптадан кейін жаңағы қолбасшы өзінің іс сапарын бітіріп аэропортқа келеді. Осы қолбасшыны өзінің әскері алып кету керек болған. Жанындағы сарбаз қолбасшының өзінің қал жағдайын сұрайды. Ал бұл адам Рим Вилледж жерінде ең мықты деген тыңшылардың бірі болған. Екеуі енді көлікке отырып жиналған кезде, сол кезде қолбасшыны атып өлтіреді. Бұны көрген сарбаз тезірек көлікпен қашып кетеді. Осылайша сарбаз қолбасшының өлгенін дереу жеткізуге аттанады. Ал жаңағы тыңшы болса қашып кетеді. Тапсырманы орындадым деп Ахмет ханзадаға айтады. Ал Ахмет ханзада осы жақсы жаңалықты естіп бір қуанып қалады. Жаңағы сарбаз қолбасшының өлгенін Әбу-Насыр сұлтанға айтады. Бұл жаңалықты естіген Әбу-Насыр сұлтан дереу өзінің әскерлерін жинайды. Әбу-Насыр сұлтан өзінің сарбаздарына
қолбасшысының өлгенін хабарлайды және де оны Ахмет ханзаданың сарбазы өлтіргенін айтады. Осылайша Әбу-Насыр сұлтан өзінің әскерлерін Ахмет ханзаданың пик жерін тас-талқандауға жібереді. Ал Әбу-Насыр сұлтанның әскерлері Ахмет ханзаданың әскерлерін тас-талқанын шығарады. Ахмет ханзаданың құлағына өзінің қосалқы құрамында әскерлері тас-талқан болғаны жетеді. Әбу-Насыр сұлтан өзінің жоспары сәтті болғанына қуанады. Және де өзінің келесі жоспарларын бастап, көпірдің барлық жеріне мина қою тапсырады. Ал Ахмет ханзаданың болса өзінің тыңшысын Әбу-Насыр сұлтанның жеріне бақылауға жібереді. Жаңағы тыңшы көпірде миналарды байқап қалады және де оны Ахмет сұлтанға айтады. Ал Ахмет ханзада болса өзінің әскерлерін шыдамай соғысқа жібереді. We survive the thunder and escape the hunger, and sometimes I wonder how we got there. Those words will ask us, we don't need no answers, cause we stand and serve as living proof. Сол кезде жаңағы тыңшы Ахмет ханзадаға келеді және де көпірдің бәрі мина екенін айтады. Осы сәтте Ахмет ханзада өзінің әскерлерін қақпан құрылғанын айтып тоқтатады.